Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, қамырын жайған кезде оқтауды қажет етпейтін балды торттың, яғни медовый тортының рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл торт дайындай білмейтін қыздар да бірінші жасағаннан-ақ әдемі керемет болып шығады деген сенімдемін. Ең алдымен темір ыдысымызға 400 грамм балымызды салып, үстінен бір ас қасық ас содасын салып, отымызға, яғни орташа отқа қойып қайнататын боламыз. Міне осылай көпіріп бастайды, яғни түсін өзгерту керек бізде. Қоңыр түске енгенше осылай тоқтамай араластырып отырамыз. Одан соң 250 грамм сары майымызды салып, шетке алып қоямыз. Массамыз суып, сары майымыз еруі қажет. 6 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Одан соң 2 стакан қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Өзінен 2-3 есе ұлғайғанша. Балды қолданар кезде табиғи бал болуы маңызды емес. Кәдімгі дүкендерде сатылатын жасанды балмен жасасаңыз өте керемет болып шығады. Енді 3 стакан ұнымызға бір ас қасық қамыр қопсытқышын салып, 3-4 бөлікке бөле отырып, күрекшемен не болмаса миксердің ең төменгі жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Бізде ұнымыз комок-комок болып қалмауы керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, массамыз кекстің қамыры сияқты не қою емес, не сұйық емес, орташа қоюлықтағы қамыр болып шығады. Мен осындай форма пайдаландым, сондықтан кішкене үстін безендіруге ыдысымда алып қалдым. 180 градус қызып тұрған пеште қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пештеріңізге қарайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі үлпілдек қамырларымыз бізде дайын болды. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін 1 стакан қант, жүгері крахмалы, 1 жұмыртқамызды алып, жақсылап араластырып, үстінен 1 литр сүтімізді құятын боламыз. Одан соң 50 грамм майымызды салып, ең төменгі отта қою масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Газдың алдынан алыстамауымыз керек, тоқтамай араластырып тұруымыз қажет. Өйткені креміміз күйіп кетуі мүмкін, ал күйіп кеткен кезде ол тортқа дәмі өтіп қалады. Сондықтан абай болғанымыз жөн. Қалған қамырымызды крошкеға айналдырып аламыз, үстін безендіру үшін. Мінекей менде дайын. Енді формамызға салып, не болмаса формасызда жинай беруге болады. Жаңағы кремімізді ыстықтай пайдаланатын болсақ, бізде тортымыз жұмсақ болып шығады. Егер ыстықтай пайдаланбайтын болсақ, жаңағы орташа жұмсақтықтағы торт дайын болады. Торт болып шығады. Бұл тортты қонаққа алып барсаңыз да, столға қойсаңыз да өте керемет әрі әдемі болып шығады. Менде кішкене сұйықтау болып қалды. Бұдан қою болу керек. Бұдан кішкене қою болғаны дұрыс. Барлық жағына кремді тигізіп саламыз, жағып шығамыз. Кремді жақсылап салып, тегістеп аламыз. Енді үстіне жаңа қалған, шетінен қалған не болмаса мен сияқты бөлек пісіріп алсаңыз, осылай майдалап, барлық жеріне бірдей етіп,
сеуіп шығамыз. Тегістейміз. Шет-шеттерін бәріне тиюі керек. Мінекей біздің тортымыз дайын. Енді оны безендіру өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен осындай жүрек формаларының үстіне қант ұнтағын сеуіп безендірдім. Безендіру өздеріңіздің еріктеріңізде, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Мінекей біздің балды тортымыз дайын. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір түнге қалдырғандарыңыз дұрыс. Сол уақытта кремі сіңіп әдемі болады. Мен сол кезде кестім, сондықтан кремі әлі жақсы пропитка еткен жоқ. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліңіздер.